Сәлем достар, бүгін біз бисквит тортын пісіреміз. Осындай әдемі, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге 5 жұмыртқа керек, 150 грамм песок керек және 150 грамм ұн керек. Ең бірінші ыдысқа 5 жұмыртқаны саламыз. Одан кейін оған 150 грамм песок саламыз. Миксердің ең кішкентай скоростынан бастап, жай-жайдан үлкен скоростына дейін жаймен апарамыз. Біздің бисквитке арналған массамыз сары болса, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Аппақ болғанша араластырамыз. Пена сияқты болуы керек. 10 минут араластырамыз. Миксерді тоқтатсаңыз, дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Осындай қою, аппақ пена сияқты болып шығады. Енді миксерді тоқтатып, міне осындай қою болып шығады. Енді біз ұнмен араластырамыз. Ұнға мен бір чайный ложка қопсытқыш салдым. Енді астынан үстіне қарай жаймен араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Осылай венчикпен жаймен астынан үстіне қарай араластырамыз. Миксермен араластырса басылып қалуы мүмкін. Ұнның барлығын салып, жаймен араластыра береміз. Електен өткізілген ұнды пайдаланған жақсы. Мен електен өткізіп пайдаландым. Осылай тоқтамай араластыра береміз. Астынан барлығын жақсы араластырамыз. Дәл осылай видеода көрсетілгендей қылып араластыра береміз. Миксермен араластыруға болмайды. Енді формаға саламыз. Менің форманың диаметрі 26 сантиметр. Жаңағы қою массамызды формаға салып, бетін тегістейміз. Осылай мен лопаткамен тегістеп шықтым бетін. Міне, енді біздің тортымыз пісті. Осындай бисквит болып шығады. Енді крем дайындаймыз. Ең бірінші ванилинді сахарный пудраға саламыз. Сосын сахарный пудраны сметанға саламыз. Сметан 400 грамм, 20%. Сахарный пудра 2 столовый қасық қолдандым мен. Миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына дейін арасына 30 секунд салып көтеріп отырамыз. Мен загустительсіз крем жасадым. Мен загустительсіз қолдандым. Енді мына жерде миксердің қатты жылдамдығында тұр. Енді тортымызды жинақтаймыз және әсемдейміз. Менің бисквитімнің биіктігі 3 сантиметр. Енді үстіне кремді саламыз. Сметана крем. Енді лопаткамен бетін тегістейміз. Мен торттың бетіне стружка септім. Стружканы қолдандым. Бұл сенімді рецепт. Жасап көріңіздер. Ас болсын.